Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ахмет Кизет. Бүгінгі видеода біздер дейтін топ 5 ең қызықты ойындарды айтатын боламыз. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Бірінші орында Free Fire. Әрине, бұл ойынды барлығы ойнайды десем де болады. Себебі бұл ойынды 4,4 жұлдыз жинаған. Және де бұны 1 миллиард адам, сенесіздер ме, 1 миллиард адам тартқан. Әрине, бұл ойын өте қызық. Әр жыл сайын обновление істеп тұрады. Ай сайын, жыл сайын, білмедім, бірақ мен бұны қазір тартып ойнап көрейін деп жатырмын бірінші рет. Ал біз екінші ойынға кеттік. Екінші ойында Brawl Stars. Бұл ойын өте қызықты ойын. Бұда сіздер достарыңызбен де ойнасаңыздар болады. Және де басқа адамдармен де ойнауға болады. Бұда бесконечный комната. Free Fire'де комната дей ма? Сондай. Бесконечный комната. Достарыңмен бірге ойнайсың. Выживанияда төбелесесің. Және өзіңді дамытасың. Және көптеген персонаждардың скиндерін ала аласың. Бұл ойын 4,3 жұлдыз жинаған. Бұл ойын бәрі комментарийда супер деп баға берген. Сосын бұл ойын өте қызықты. Қараңыздар, барлығы Supercell, супер. Бәрі қараңыздар. Бірақ біреулеріне ұнамайды. Бұл ойынды харам дейді, бірақ олар қателеседі. Ал біздер үшінші ойынымызға кеттік. Among Us. Бұл ойын 2020 жылы танымал болған ойындардың бірі. Неге дейсіздер ме? Себебі бұл ойын көптеген адам ойнайды. Және де бұл ойынды 100 миллион адам тартып үлгерген. Және де бұны 3,3 жұлдыз жинаған ойын. Бірақ бұған көп адам ойнай бермейді. Себебі бұл өте қызықсыз. Ал біздің төртінші ойын Counter-Strike Special Forces. Бұл ойын өте қызықты ойын. Бұл ойынды сіздер достарыңызбен бірге ойнай аласыздар. Неге дейсіздер ме? Себебі бұл ойын атыс ойын. Counter-Strike'тың копиясы десек те болады. Өзіңізге скин құра аласыздар. Пышақ, зомби режим, бомба режим бәрі де бар. Және де бұл ойынды 100 миллион адам тартқан. Бұл ойынға 4,5 баға берілген. Ал біздің бесінші ойын Mafia City. Бұл ойын маған сәл ғана ұнады. Себебі бұнда ұятсыз нәрселер өте көп. Сенбесеңіздер қараңыздар. Өздеріңіз кіріп ойнап көріңіздер. Сол кезде түсінесіздер. Бірақ бұл ойын өте қызық. Бұл ойын 16-ға толған балдарға ғана ойнауға рұқсат етіледі. Бұл ойынды 100 миллион адам тартқан. Бұл Play Market'тің 4,5 жұлдызына ие болды. Ал достар, видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға подписаться етпейік. Және де өзіңіз қандай ойындарды ойнайсыз? Комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ахмет Кизет. Қош, сау болыңыздар.